Құрметті оқушылар, бүгін математикадан 5 сыныптың координаталық сәуледе ондық бөлшектерді кескіндеу, ондық бөлшектерді салыстыру тақырыбын өтетін боламыз. Жаңадан қосылғандарыңыз подписацияны басып, тіркеліп алыңыздар, лайк, комментарий жазып отырыңыздар. Енді бұл координаталық сәуледе ондық бөлшектерді кескіндеу, ондық бөлшектерді салыстыру сендердің кітаптарыңда түгелдей теориясы берілген екен. Сондықтан міндетті түрде соны дұрыстап оқып алуларың қажет. Координаталық сәуле дегеніміз не, нөл дегеніміз не, бірлік кесінені қалай белгілейміз, оның ішінде ондық бөлшектерді қалай белгілейміз, түгелдей осы жерде жазылып тұр екен. Және де осы ондық бөлшектерді сәуледе кескіндеудің алгоритмі да көрсетілген. Сол алгоритмдерді да міндетті түрде оқып алу керек екен. Егер дейді ондық бөлшектердің бүтін бөліктері әртүрлі болса, онда бүтін бөлігі үлкен ондық бөлшек үлкен, ал бүтін бөлігі кіші ондық бөлшек кіші болады дейді. Егер ондық бөлшектердің бүтін бөліктері бірдей болса, онда бөлшек бөліктерін салыстырады екенбіз. Енді есептерді қарастыратын болсақ, 618 есепте мынандай суреттер беріліп тұр екен да, ода А, В, С, Д, Е, Ф деген нүктелер белгіленіп тұр. Солардың координаталарын табыңдар дейді. Бұны табу үшін, мысалы, бірінші есепті қарастырсақ, 7 мен 8-дің арасын санап аламыз да, сол бөліктер бойынша жазамыз. Есепте барлығы көрсетіліп тұр. Келесі 619 есепте бірлік кесіндісі 5 сантиметрге тең санды сәуле салып, мына нүктелерді белгілеңдер дейді. Енді 5 сантиметр деген бізде 10 клетка, 10 клетканы белгілеп аламыз да, сонда бір клеткамыз бізде 0,1-ді береді. Соған сәйкес 4-ші бөлігінде 0,4 деп, ары қарай 8-де 0,8 деп, мына нүктелерді белгілейді екенбіз. Келесі енді 620-шы есеп. Бұл есептерде ондық бөлшектер беріліп тұр, соларды салыстыру керек екен. Міне 620-ның бірінші есебін қарасақ, 2,4 және 2,5 бүтіндері бірдей. Олай болса, біз бөлшектерін қараймыз. Бөлшектерінің қайсы үлкен болса, сол үлкен болады. Яғни 2,5 үлкен. Ал енді 8,7 мен 9,7-ні қарайық. Бұл жерде бүтіндері бөлік, сондықтан қайсының бүтіні үлкен, сол үлкен болады екен. 621-ші есеп, бұнда сандар беріліп тұр. Бірінші оны ондық бөлшектерді кему ретімен, екіншіде ондық бөлшектерді өсу ретімен орналастырыңдар дейді. Қазір шығарылуын көрсететін боламын. Ал 622-ші есепте мынандай кесте беріліп тұр екен. Кестеде облыстардағы адам саны беріліп тұр. Соларды қойған сұрақтары бойынша белгілейтін боламыз. Енді 621-ді қарасақ, бұл жерде кемуі дейді. Олай болса, үлкеннен кішісіне қарай жазамыз. Яғни 3,43, 3,14, 3,34, 3,13. Ал өсуі десе, ол керісінше кішісінен үлкеніне қарай жазады екенбіз. Міне 622-ші есеп, бұндағы бірінші кесте бойынша дейді, ең көп адамы бар облысты көрсетеді. Яғни ол оңтүстік Қазақстан екен. Онан кейін ең аз адамдарды көрсетеді. Ол Атырау екен. Және 1 миллионнан асатын халқы барды көрсетіп тұр. Екіншінің екіншісінде 700-ден асатын 800-ден күштерді көрсетіп тұр. 623-ші есепте де мынандай кесте беріліп тұр екен. Бұнда халық саны көрсетіліп, қалалар берілген. Сол қалалар бойынша бірінші халық саны ең көбін, екінші халық саны ең азын, халық саны 100 мыңнан артық, бірақ 200 мыңнан кем, және халық саны 300 мыңнан артық, бірақ 400 мың адамнан кем болатын жерлерді көрсетеді. Сабақ сіздерге тиімді деп ойлаймын, сондықтан комментарий, лайк басып отыруларыңызды сұраймын. Енді жаңағы сұрақтарға жауап беретін болсақ, Шымкентте ең көп халық екен, Талдықорғанда ең аз халық, 100 бенен 200-дің арасында, 1000 адамның арасындағы Көкшетау, Талдықорған, Ақтау болса, 300 бен 400 мың адамның арасындағы қалалар, олар Ақтөбе, Өскемен, Тараз және Павлодар екен. Келесі 624-ші есепте мынадай сандар беріліп тұр. Солардың арасында орналасқан натурал сандарды біріншісінде кемумен, екіншісінде өсумен жаз дейді.
Енді қарайық, 4,45 пен 13,1-дің арасында бізде натурал сандар, олар кему ретімен орналастырамыз, яғни 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 деген сандар екен. Ал 2,3 пен 9,1-дің арасындағы өсу ретімен орналасатын натурал сандар ол 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 екен. Каналға жаңадан қосылғандарыңыз міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сол кезде сіздер барлық жаңа сабақтарда бірінші болып көретін боласыздар. Енді 625-ші есепте бөлшек сандар беріліп тұрды, солның жаңағы көршілес натурал сандары қайсы дейді. Ал 626-та керісінше көршілес сандар берілгенде, оның ортасына сәйкес келетін ондық бөлшектерді жазыңдар дейді. Мысалы, енді 625-ті қарастырсақ, 5,6-ның көршілес сандары ол 5 пенен 6 екен. 101 мен 102-ның арасында ол 101,99 деп алуға болады екен. Ал 626-та бізде қарасаңыздар, міне 1,2 мен 1,4 беріліп тұр. Соның ортасындағы ондық бөлшекке 1,3 деп жазалады екенбіз. Келесі екіншісін қарайық. 35,127 мен 35,327-ның арасында 35,227 деген сан бар. Алтыншысын қарастырайық. 90,105 пен 91,105-дің арасында 90,70 немесе өздерінің басқа сандарыңды да жазуларыңа болады. 627-ші есепте берілген сандардың қайсы 7-ден үлкен, бірақ 9-дан кіші дейді. Ал екіншісінде 0,9-дан үлкен, бірақ 1-ден кіші болатын сандарды теріп жаз дейді. Ал 628-ші есепте мына теңсіздікті дұрыс болатындай етіп, жұлдызшалардың орнына цифр қойыңдар дейді. Бұл каналда құрметті оқушылар, 1-ші және 9-шы сынып оқушыларының математика пәні бойынша барлық сабақтары БЖБ, ТЖБ-лар талданатын болады. Сол себепті каналға тіркеліп, подписать етіп алыңыздар. Подписать етілген болсаңыздар, видеолар ұнап жатса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. 627-ні қарастырайық. 7 мен 9-ның арасындағы сандарды міне теріп алдық. Олар 8 менен 7 асатын 9 менен 7-ның арасындағы сандар екен. Ал екінші есепте 0,9, яғни 0,199, 93, 0,98, 0,93 деген сандарды алады екенбіз. 628-ші есепте теңдіктерді дұрыс болатындай етіп, міне барлық жаңағы 12 нұсқасына да жұлдызшалар қойылған екен. Бұл теңдіктердің бағана айтқандай дұрыс орналасу үшін ең алдымен бүтіндерін салыстырып аламыз. Сосын кейін бөлшектерін салыстыруды бастаймыз. Бөлшектердің ең алдыменен бастапқы 100-ді үлесін қарастырамыз. Содан ары қарай 10-ды үлес деп қарастырып, әрбір үлестерді қарайтын боламыз. Енді 629-ші есепті қарайық. Бұл жерде мынандай қос теңсіздік беріліп тұр екен. Сол қос теңсіздікті қанағаттандыратындай жұлдызшалардың орнына цифрлар қойыңдарды, ал x-тің орнына жай бөлшекті қойыңдар дейді. 630-ші есепте де жұлдызшалар беріліп тұр. Сол жұлдызшалардың орнына сандарды қойып, ондық бөлшектерді жазып аламыз да, оларды кему ретіменен орналастырады екенбіз. Енді міне 629-ды қарайық, яғни 12,113 пенен 12,133 арасында 12,123 деген сан бар екен. Бірақ бізге есептің шарты бойынша оны жай бөлшек түрінде жаз дейді. Олай болса, мына екінші нұсқасы қосып 12 бүтін бөлшек сызып отырып 100-23 деп жазамыз. 630-ші есепте міне 56,181, 56,121, 56,158 деген сандарды шығаруға болады жұлдызшаның орнына сандар цифрларды қойып, және оларды былай кем ретімен орналастырамыз. Яғни үлкені 56,181, 56,158 және 56,121 болады. Енді 631 бұл жаңа тақырыпты меңгеруге дайындалу. Бұл жерде мынандай өлшем бірліктерде берілгендерді басқандай өлшем бірлікке ауыстырады екенбіз. Енді бұл жерде қарап тұрсақ, біз үлкен шамаларды кіші шамаларға
айландырады екенбіз. Мысалы, оларды салыстыру үшін біз өзіміз бұрыннан білетін кестелерді пайдалануға болады. Енді міне қарап отырсаңыздар, 1 сантиметрде 10 миллиметр болғандықтан, 1/10 сантиметрді айландырғанда, яғни 1/1-ді біз 10-ға көбейтеді екенбіз. Сонда 10 мен 10 қысқарып кетеді де 1 миллиметрді береді. Қалған нұсқаларының барлығы солай шығарылған. Мысалы, 1577 тонна дейді 9-шы есебінде. Яғни 1 тоннада 1000 килограмм бар. Олай болса 1000-ға бөлініп кетеді де 577 килограмм қалады. 602-ші есепте де міне миллиметр менен біріншісінде беріліп тұр, оны сантиметрмен өрнекте дейді. Екіншісінде килограмм менен беріліп тұр, оны тоннамен өрнектеңдер дейді. Ал 623-ті қосындысын тауып алып, шыққан санды дециметрмен өрнекте дейді. Екіншісінде айырымдарын мәнін тауып алып, оларды метрмен жазыңдар дейді. Каналдан егер үлгермей жатсаңыздар, видеоны қайтадан айландырып, қайталап көрсеңіздер болады. Сонда бізде 25 миллиметр, яғни 1 сантиметрде бізде 10 миллиметр болғандықтан, 25 миллиметрді 10-ға бөлеміз, яғни 2,5 сантиметр болады. Яғни бірінші есепті осылай түгелдей осылай шығарып аламыз. Екінші есепте 1821 килограмм дейді. Оны тоннаға айландырғанда біз 1000-ға бөледі екенбіз. Яғни 4,821 тонна болады. Енді 633-тің асын қарайық. Бұнда қосу екен, яғни 25 сантиметрге 57 сантиметрді қосып 82 сантиметр деп аламыз да, оны 10-ға бөлеміз, яғни 8,12 дециметрді береді. Ал екіншісіне қарайық, ол жерде 5 дециметр ал 14 сантиметр дейді. Біз бірінші 5 дециметрді 50 сантиметрге айландырып аламыз, одан 14 аламыз, 36 сантиметр болады. Осыны метрге айландырамыз, яғни 1 метрде 100 сантиметр болғандықтан 100-ге бөліп 0,36 метр дейміз.